мен таныстықты тоқтатамын деп ренжіп айтып қалып едім, Сатдәулет жауап берді дедіңіз. Иә. Мен сен не айтсаң да, мен кінәлі болып, отыра берем, ничего страшного, мен бәріне дайынмын дейді. Мен айттым, мен ондай не емеспін. Мен ондай қыз емеспін, ер адамның несін төмен түсіріп қойып, бұл жерде келіп алып, жамандап, осындай деп отыратын қыздардың қатарынан емеспін. Балаусахан. Нұржан. Мен осындай қыздардан қорқам шешіні керек. Неге? Білмеймін, енді ананы істеді, мұнаны істеді, не істесе де жақпай жатыр ғой енді. Ондайыңыз бар, неге Қызылордаға бірге кетпедіңіз бұл кішін машинесіне мініп алып, кішкене орын болды ғой негізі артында. Түсінбеймін да, қыздарға Балаусахан мынандай екен. Не істесең де жақпайды да, жаныма келмеді, құшақтамады, жұбатпады дейді, қолымнан ұстамады дейді. Ұстасаң, жақындасаң тағы әңгіме болады. Жақындамасаң тағы әңгіме. Енді ауыр айтсам ренжімеңіз енді. Таныс тоқтайды дейді, бірақ ана жаман әйел кетем деп қорқытады деген әңгіме болып тұр ғой мына жерде ше. Алдын бір таныс тоқтатам деп айтқан кезіңізде Сатдәулет бір ойбай бір жақсы әңгімелерін айтып ақ қалды, тағы да сөйтіп ақ қалады деп ойлайсыз ба? Енді белгілі болып тұр ғой мына жерде 100% таныстық тоқтайтын. Олай сізді бір жұбататын, қолынан ұстайтын адам керек болып жатса, мен Дәулет деген жігіт бар бізде. Қолдан ұстап жұбатқанды өлтіреді бұл. Ешкімнің жанына жақындай алмай жүр қазір ше. Осы кісімен танысып көрсеңіз болады деген сияқты болады. Сөздің төрін түсініп отырсыз ба жалпы? Сіздің сөзіңіздің төркіні бір былай реніш қой негізінде. Негізі түсінуге болады ғой бұл жігітті. Алыс сапарға кетіп баратыр. Жанында ер азаматтар бар. Сізге енді айым жаным күнім деп отырмайды ғой, дұрыс қой енді. Жоқ, Нұржан, мен не күтіп жатырмын бұл кісіден? Мен одан қымбат сыйлық бірдеңке сұрап жатырмын ба? Мен қымбат сыйлық деп жатырмын ба? До конца тыңданыңызшы, енді мен сізді тыңдадым ғой, дұрыс па? Сыйластық болсыншы арамызда. Сіз сөйлемеймін. Андайда мен ештеңе күтіп жатырған жоқпын ғой, жай ғана мен тірімін, жақсы барлығы деген күтіп отырмын. Мен бір, как будто бір ай түсіріп отырған адам сияқты келдім, не надо, реально говорю. Просто сосын бір жағынан жаңа айтып жатсыз ғой, типа мен тоқтатып қалама деп. Мен оны ұстап тұрған ешкім жоқ. Мен ойбай Сатдәулеттен басқа далада ешкім қарамай қалады деген қыз емеспін. Балауса ханым, Әжеші Балауса ханым, Нұржанға жауап бересіз. Мен негізі бұл жерде андай ғой, сізде алдында сұрақ қойдым ғой. Алдында Сатдәулеттің кішкене артқа шегініп атқанын, кішкене сізге көңіл бөлмей атқанын байқап ба деп алдын сұрақ қойдым сізге. Сіз жоқ деп айттыңыз, бәрі идеален деп айттыңыз ғой. Бірақ сол кезде сізге негізі бұның барлығы жиналып келеді ғой. Өйткені қараңызшы, бізге негізі Нұржан жігіттерде андай өзің білесің ғой енді. Шынымен де жігіт ұнатып тұрса бар ғой, кез келген ситуацияда, кез келген жағдай оған жазады. Жауап береді негізі ше, мен жігітпін ғой енді, түсінемін шынымен де. Бірақ Сатдәулет енді ұнатпайтыны кішкене қызды бәрібір де бір сезім жоқ екені көрініп тұр ғой. Бірақ енді Сатик сен барлығын қыз жаққа асырып атқаның кішкене бір түрлі оқпаған сияқты. Қыз маған ренжіді, қыз таныстықты тоқтатайық деп бірінші айтты, яғни сен солай айтып отырсың, қыз жаққа асырып жатсың барлығын. Бірақ та енді сенің көңілінен шықпады, бірақ та сен қызды кішкене кінәлі қылып жібергің келіп тұрған сияқты бұл жерде. Қыздың көңілінен мен шықпадым, сондықтан қыз тоқтатты, мен қала салайын деген сияқты әңгіме. Алдында сен айттың ғой, бұл таныстық менің бұрынғы таныстығым сияқты емес, екі кездесуден тұрып қалатын нәрсе емес, үш кездесу болды, яғни бұл үш кездесуге барды ұзақтығы сонда. Осы жігіттерге Балауса ханым андай болады ғой бізде. Жігіттер емес, барлығы осындай болады. Өмірінде бір қыз пайда болады ғой. Ұнатып күшті жүріп бастаған кезде кішкене бұрынғы қыздарың немесе жаңадан бір қыздар пайда бола бастайды. Негізі ше. Сондықтан бұны байқаған негізі Сатиктің көңілі барлық халыққа да аян деп тұрмын, қатысушыға да аян. Бәрібір кішкене Зарина пайда болып жатыр ма дегенде кішкене ой пайда болады. Өйткені шынымен де қарап тұрсаңыздар, Заринаға деген көңілі барлығы жаймен ауып баратқан сияқты. Қарап тұрсаңыздар. Жауап берсем бола ма? Жауап беріңіз. Бекзат өте орынды шығар. Бірақ та мынандай нәрсе бар да, сен адаммен не үшін танысасың? Сабақ алу үшін, немесе ол саған сабақ болып келеді, не бағың болып келеді да? Мен көп нәрседен сабақ алдым осы күнге дейін. Мен бүгін осы эфирға дейін өзімнің бір екінші анаммен сөйлестім десем де болады. Ол кісі айтады да маған, Сатдәулет, сен өте жақсы жігітсің дейді. Бірақ сенің ухаживаниең басындағы беретін вниманиең жаңағыдай, да мелочи, сен көңіл бөліп тастайсың, содан кейін ол нәрселер көрінбей қалады қыздарға дейді да. А сен оны кейінірек істеу керексің дейді да. Жай этаппен. А мен сразу сондайға үйренгенмін да, андай ойбай тамақ іштім екен, ойбай есігі жабылды ма екен деген сияқты нәрселердің бәрі менің мына жерімде тұрады. Маған кезінде бір қыздарды айтқан, Сатдәулет, сен негізінде шынайы өмірде бір қыз ухаживаниеңді көрсе, саған любой қыз сынып қалатын шығар деген сияқты нәрселерді айтқан да. Сол үшін андай мен басында сон атын айтамай ақ қояйын,
бірақ сөйтіп айтқан кездері болған екен да. бірақ Садәулет сұрай кетейінші, жаңағы айтып жатсыз ғой, бар қамқорлықты көрсету дегенді неге әрі қарай жалғастыра беруге Сол мен мысалға жасаған кезде ойлаймын ғой енді уақыт керек, істеймін ғой деген сияқты алдағы нәрселерге негізі еркек баласы айта бермейді, бірақ мақсат қойып қойғаннан кейін сол нәрсеге жету болады да мақсат. Сөйтіп келатып, мен басында қатты несеп қояды екем, беріп қояды екем, а потом бүйтіп қарасам, уже көзге көрмей қалады екен да шынымен де. Бірақ сол нәрселердің бір нюанстары орындала береді да, жаймен. Бірақ ол өзіме енді сабақ болып тағы да бір тиіп тұр да. Енді мен Бекаға жауабым конкретно. Мен әр таныстығымнан кейін әр адамнан сабақ алып жатырмын Бека. Сол үшін түзеліп келе жатырмын деп ойлаймын. Енді мысалға бүгін Динарамен болса болды, болмаса болмады деген әңгіме емес. Просто тағы да бір сабақта болмаған. Маған плюс ол. Ертең мен басқа қызбен таныссам, мысалы, жаймен бүйтіп по полочкам бәрін сөйтіп солай. Бекзаттың айтып отырған Заринаға қатысты ол да бір сабақ болып қалған дүние деп. Иә, маған бір жақсы сабақ. Енді айтайыншы Балауса ханым, ал Динарадан сен қандай сабақ алдың? Немесе қазір ғана айттым ғой. Иә, қараша, былай айтайыншы, Динараның бойынан саған ұнамаған қасиеттер айта аласың ба? Мысалға, маған мынандай болады ғой, мен ұнатпай тұрып, егер де мен ұнатпай тұрып, ол қыз менің миым жей болса, мен прямо айта саламын. Мен сенің осы қасиетің маған ұнамайды. Жалпы Динараны деп айтпай қойын, маған бүкіл қыз баласын мен мамаға да айтамын үйдегіше, сабырсызданбаңыздар, кішкене күтіңіздер, болады деген сияқты нәрсені. Сол кішкене сабырсыздық қой. Яғни осы қасиет ұнамады. Иә, мен келем, сөйлесеміз, бәрін обсудим, бетке бет деген сияқты әңгіме, сәл асығыстық болып кетеді да. Жоқ, тоқтасын. Сен келгенше мың ойланасың ғой уже. Ау? Сен келгенше уже мың ой келеді ғой басқа. Енді қыз бала солай ойланады, видишь, а мен фокусым басқа жақта. Мен де мынандай да настроить еттім, короче. Келдім, мен Динарамен сөйлесем, уложиться етем, нормально болады. И біз дальше сөйлесе береміз деген сияқты ғой. Біз сол жерде моментально сөйлестік. Қай жерде проблема, сонымен ғана жұмыс істеп, ары қарай кеттік деген сияқты. Негізі мынандай нәрсе ғой, Балауса ханым, мен айта кетейінші, жалпы жаңа айтып жатыр ғой енді Садәулетке енді айтып кетсең болады, уақытың болса бір звондап қойсаң болады деген сияқты әңгімелер айтып жатыр ғой. Негізі Садәулетке анандай ұнамайды да, бір өзінің арақатынаста қызы болмаса, бір таныста жүрген қыз болса да, бір отчет беріп, оған каждый шагын айта беру. Негізі ол көп еркектерге қатты ұнай бермейді нәрселерді. Мен Садәулеттен сол нәрсені байқағам көп осы арақатынаста таныстықта болған кезде. Просто мен сізге айтқым келетіні просто мынандай нәрседе, сіз бір қатты асығыстық жіберіп жатсыз да Садәулет жаққа. Ал Садәулет ол нәрсені қалап жатқан жоқ. Сіз жаңа сұрап отырсыз ғой, мен ештеңе сұрап жатқан жоқпын, бірдеңені алып бер деп айтып жатқан жоқпын деп. Былай қарап отырсаң, бір Садәулеттің алып беретін де ой жоқ сияқты сізге қарата ол нәрселерді. Сіздер біріншіден жұптық арақатынаста емессіздер. Мен кейбір үміткерлерді түсінбеймін. Балауса ханым осы жаққа келеді да, бір біздің жігіттерді бір байдың жігіттері деп ойлайма, бір келе сапандай гүлді бірдеңені жаңағы тамаққа апару, свиданияға, мен далада жүрмеймін деген сондай өздерінің бір талаптарын қойып тастайды да. Бірінші, одан кейін андай бір оларға қарсы пікір айтсаң, мен қыз басы мен таңдап келдім ғой деген сияқты өздерінің талаптарын бір шынымен де біздің қатысушылар наоборот үміткер болып кететін сияқты бір тонауға келе ма, әлде танысуға келе ма, мен сол жағынан көбінесе түсінбей жүргенім бар негізі ол жағынан ше. Просто сіздің қазір ренішіңіз, алдыңғы эфирдан бері айтып келе жатқан ренішіңіз бір нақты реніш жоқ та, сіз андай бітіп астарына бүйтіп ар жақтан жеткізесіз де, біз оны түсінбейміз де, өзіңіз де оны түсінбей қаласыз ба иногда. Просто мен Садәулетке қарап айтқым келеді, Садәулетке бір Заринадан артық қыз табылмайды бұл өмірде. Потому что нандайда Зарина тік сөйлейді, ойында не бар, маған мынау ұнамайды ма, осы Садәулет маған ұнамайды, осы нәрсеңді дүзе деген сияқты по полочкам айтып береді да, бұл қыз андай мыжы пока ана жеткізем дегенше Садәулет ұмытып қалады, оның басы ауырып, короче, ана не болып жатыр деп ойланып қалатын сияқты Балауса ханым. Енді нақты айтайын ба, мен үшін ренжіп отырғанымды. Бізде просто эмоциональный качели болып жатыр да. Басынан бәрін ухаживать етіп, жақсы болып, есігіңді ашып, там көмектесіп бәрін істеп жүрді ғой. Ең бірінші эфирде мен айтып отырдым ғой, барлығы жақсы бәрі деп ше. Мы влюбляемся не в слова, а в поступки же. Не қалай ухаживать етесің, дәл солай қараймын саған. И содан кейін бір моментте тұрады да, өзімен өзі андай жоқ болып, жазбай, бүйтіп, как будто тоқтатқысы келіп жүрген сияқты өзінің намектары болып жатыр да. Жоқ енді мен сол үшін ренжіп отырмын. Нақты мен ренішім сол. То, что эмоциональный качели. Ты либо есть, ты либо нет. Осыдан түйетін сабақ сізге басында, яғни өзіңізді бардан одан да әрі жақсы етіп көрсетуге тырыспау керек. Себебі негізі есік ашу басқа деген дүниелер ол сіңіп кететін әдет. Ер азаматта ол нәрсе немесе бар, немесе жоқ. Сондықтан да егер де сізде ол жоқ па, өйтіп тырыспай ақ қойыңыз. Жоқ, ондай нәрсе емес, бар ондай нәрселердің бәрі. Солай қабылдайды.
ол әдет негізінде қалыптасып кететін. Егер де әдетке айналдырам десеңіз, оны әрі қарай жалғастыру керек. Ал егер де жоқ десеңіз, онда тұрған негізі ештеңе жоқ. Сіз оны бірден солай қалай барсыз, солай көрсетуге жоқ, ол нәрсе менде бар, есік ашып беру. Мен мамам маған еркелеп тұрады әлі күнге дейін. Үйден шығып бет қолым жуып келе жатсам да, мама отырмайды машинаға, пока мен есігін ашып беріп отырғызғанша ше. Потом мен келем, есігін ашып берем, алдына бүйтіп отырып, одан кейін есігін жауып, өзім обратно барам да. Ал қыздарда неге осындай айырмашылық? Жоқ, ондай нәрсе емес. Просто қалай айтсам болады. Мен есігімді ашып болса да аша берем, ашып та жүрдім. Ол есікке келген емес. Просто менің бар боп, я жоқ болып кеткенім ғой. Ал бар боп, жоқ болып кетуім себебі ол жол болып тұр да. Ал маған просто не конкретность деген да. Сен либо айт, жолға шықпа, мен ренжіп қалам. Болды, бармай қойшы деп айтсын. Базар жоқ та, мен сол кезде түсінем. Ал сен шаруаларың ғой, мен неге деп айтамын ғой. Вот именно, мен шаруаларым бар екен біле тұра, уже мен жолда екінші күн жолдамын, за рулем 14 сағат келе жатырмын. А уже маған айтады да, не болып кетті дейді да. Ей, мен жолдам ғой, енді келе жатырмын ғой, сөйлесеміз ғой келгеннен кейін десем, жоқ, маған бұл нәрсе ұнамайды. Не үшін хотя бы хабарласпайсың деген сияқты. Вот, не конкретность да просто. Балсахан, айта кетсем Айдана. Мен енді Сатәулет қанша жерден досым болса да ше, осы жерде түсінбей отырмын да. Мен патологын көрсетіп, ухаживать етіп тастадым, енді оны азайту керек деген сияқты нәрселер айтып жатыр ғой. Мен сонда ойлап тұрмын да, ол деген андай бір белгілі уақытта ғана емес, ол вообще безлимит болу керек деп есептеймін да. Ер адам мысалы саған ухаживать етті ма, ол андай санасып емес, ол чисто от души болу керек та. Мен так бір рет есігін ашып қойдым, енді есігін ашпаймын деген дұрыс емес қой. Ол деген сенің жан дүниеңнен шығатын нәрсе, ол деген автоматически болу керек деп есептеймін да. Бір кезде ухаживать еттім, бір кезде етпеймін деген ол қате деп ойлаймын да, санасып істеген. Және де мен мына жерде Динараның тарапынан айтып отқандарын түсініп отырмын да, өйткені басында келе салған кезде осы Сатәулеттің көзі жанып, жақсы таныстық болады деп айтты да. Қазір мысалы сөніп қалған, ол тіпті бізге де байқалып отыр да, оның қызығушылығының жоқ екені деген сияқты. Мен де таң қаламын да, неге басында үнемі осындай қызығушылығы күшті болып, көзі жанып тұрады да, бүкіл таныстықтың соңында осылай сөніп отырған Сатәулетті көреміз. Бірақ Айдана қараңызшы, нақты қызығушылыққа қатысты жаңағы есік ашу басқа деген ол жаңағы мырзалық әрекет қой. Ал қызығушылық деген менің ойымша, ол енді кәдімгі сіз қызбен немесе жігітпен сөйлесіп бастайсыз. Уақыт өте келе ол адамның бір қылығын көресіз, әрекетін көресіз, сізге ұнамауы мүмкін. Және сол бойынша көңіл суи бастайды. Бірақ Сатәулет оны айтып тұрған жоқ, себебі қыздарда да дәл солай болады. Бір жаман әрекетін көріп қалдың, жайлап көңілін қала бастайды, қызығушылығың өше бастайды дегендей, солай деп түсініп тұрмын. Просто мен ойлаймын да, неге үнемі одно и то же повторяется деп ойлаймын да. Бүкіл таныстықтың соңында осылай бітеді деген сияқты ой келеді да. Мүмкін қателіктің бәрі Сатәулеттің тарапынан шығар деп ойлаймын да, қыздардың тарапынан емес деген. Сатәулет. Айдана өте дұрыс айтады. Бірақ та енді жаңағы бірінші мысалыңа мен жаңа ғана жауап бердім. Ол менің мырзалығым болсын, қандай ухаживанием болсын, ол баяғыдан бар и бола береді. Ол мен санасып, бүгін істедім, ертең істемеймін деген нәрсе емес. Ол бола береді. Просто енді Балсахан, бірақ Айданан сұрағы шынымен де ше, мен басында қалай қабылдаймын адамды деп қалам да, кәдімгідей вау деп сөйтемін да, андай уже кішкене адамды танығаннан кейін ба менде андай болады, енді асықпау керек деген сияқты ше. Мен эмоциямды бердім, енді асықпау керек, бәрін по полочкам қоям, осылай деген сияқты нәрселер. Енді мен қалай айтсам болады, сөніп қалды дейтіндей, маған көбісі айтқан, сөніп қалдың сен мына ара қатынаста, болмаса мына арым қатынаста сен күшті болып жүргенсің деген сияқты әңгімелер өте көп. Мен олардың бәрін қалай мимо ушей жіберемін да уже, потому что ол маған уже үйреншікті әңгіме. И мен уже түсінбеймін, кімге қалай сөйлеу керек, кімге қалай ухаживать ету керек. И мен қазір айта аламын толықтай, бұл нәрсе енді менің өмірімде былай бола беретін болса, мен білмеймін, өзімді табылмай кететін сияқтымын Балсахан. Шынымен де эмоция берем, танысып көрем, сөйлесіп көрем. Енді ұнамайтын жерлерін, бірақ Динараға риза жерім, ол тоже ұнамайтын жерін сразу айтады. Андай жасырып қалмайды, маған айтады. Маған мен конкретно айтты да ол. Мен үйде еркелеп өскен қызбын, маған көңіл бөлу керек, осындай болу керек деп маған айтты конкретно. Мен оны түсіндім. И сразу оны қолға алып бастадым. Одан кейін бірақ қайтадан жолмен енді сынақтарыммен болып кетті енді Балсахан. Мен білмеймін. Ақталамаймын ешқалай ше. Балсахан, мынадай болып тұр да, Сатәулет. Мен сұрақ қойғым келіп тұр да Сатәулетке. Сатәулет, қара, сен басында қызығушылығың бар екенін негізі байқадық та бәріміз. Енді қазір қызығушылығың жоқ. Соны неге ары бері тартпай бірден, енді қызығушылығым қазір болмай қалды деп солай ашық айта салуға не түрткі деймін да? Сен просто ақтала бересің да, анау мынау деп просто ұнамай қалды ма? Я, ұнамай қалды. Мына жақта сезім болмай қалды деген сияқты нәрсе айтуға каждый таныстықта сөйтіп ақтала бересің. Қызға қарай жаба саласың. Просто өзің жақтан, мен жақтан сезім ашылған жоқ, енді солай болып қалды деп айта салуға болмай ма деймін да? Бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстық нақты жалғаса ма жоқ па, бірге білеміз.